Адам атаға Алла тағала өте бір қамқорлықпен жаратқанын айтады. Жан бітірген кезде хадисте келеді, адам атаның төбесінен бастап жан кіргізді дейді. Көзіне жан біткен кезде көзін ашып, жан жағындағы жәннаттағы жемістерге қарап таң қалды дейді. Демек адам атаның жаратылысы жәннаттың ішінде болған. Содан кейін мұрнына жан келген кезде мұрны істеді дейді да, түшкірді дейді. Түшкірген кезде адам ата не деді? Адам ата альхамдулиллах деп айтқан екен. Альхамдулиллах деген кезде періштелер не істеді? Оларға тағы дұға қылған екен. Ярхамука роббук деп, ярхамука Алла деп. Алла сені өз мейіріміне алсын деп. Содан кеп қазақта айтады, түшкірсе не дейміз? Чаракым Алла дейміз. Ярхамука Алла деген кемегеннен кейін әр жерде әракым Алла, жаракым Алла дейді, бір жерде шаракым Алла дейді. Демек, бұның бәрі сол жаратылыс кезіндегі қалып қойған не? Адам атаның қиссасынан алынған нәрсе екен.